Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет салаттың жасалу жолымен бөлісетін болам. Бұл салат өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес берем жасап көруге, дәмін көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл видео ұзақ емес, 2 минуттық, сондықтан мені қолдап видеоны толықтай қараңыздар достар. Құрамына келетін болсақ, бізге бауыр қажет. Бауырды суда пісіріп аламыз, тұз салып суға пісіріп аламыз. Содан кейін суда піскен жұмыртқа, маринованные огурцы, пекинский капуста, картофель пай және де кукуруз қажет болады. Барлық құрамды кез келген өздеріңіздің әдемі ыдыстарыңызға әдемілеп саласыздар. Барлық құрамды осылай солонка етіп, яғни ұзынша етіп кесіп аламыз. Бұл салатты басқаша әдемілеп салсаңыздар болады. Барлық құрамды араластырып салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен саласыздар. Салатымыз дайын болып қалды. Ортасына осылай майонезді салып ұсынатын боламыз. Өздеріңіздің отбасыларыңызды, қонақтарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ассалаумағалейкум.